Менің атым Еркебұлан. Астанада ойнап жатқанына биыл 4-ші жыл болады. Бүгін мен сіздерге түсіндіретін тақырып ол кеңейту. Кеңейту ол екінші жабушы стильдердің айтатын нәрсесі. Мен жабушы стильдерге көп жеңілгенмін де, жеңгенмін де. Сондықтан бұл орташа менің 4 жылдық тәжірибесі бар адамның берген кеңейту туралы тренингтерді қабылдауға болады. Біріншіден, ең анықтамастан бұрын білмеймін, қалған тренингтерді көрмедім мен негізінен. Осы айтылғанда үшінші спикер айтады, екі жақтан да үшінші спикер айтады. Олардың ең басында туындайтын қиындық және оңайлық ол уақыт. Ең біріншісі олар екінші шығады. Ең керемет идеялардың басындағы одан бірін адамдардың айтып қою мүмкіншілігі көбірек ашық шықметтердің де ашық позицияларды. Ал оған қарсы ең оңайы сәйкесінше сенің көбірек уақытың болады деп айтуға болады. Ең біріншіден кеңейту дегеніміздің мағынасына қарайтын болсақ, төрешілер туралы Мағжанның айтқандары естерінде болу керек. Адамдарды қалай бағалайды ойында, адамдарды, топтарды олардың ойынға қосқан үлесіне қарай бағалайды. Соған қарағанда біздің де мақсатымыз топ ретінде ол біз бір жақта ойнағанмен қатар ашық үкіметпен немесе ашық үкіметпен біздің мақсатымыз да жеңіске жету болып есептеледі. Сонымен қатар ашық үкіметтің мақсатымен бірге біздің де мақсатымыз оппозицияның жеңіске жету болып табылады. Сондықтан біздің ең басты тапсырмамыз ойынға көбірек үлес қосу болып есептеледі. Енді кеңейту дегеніміз мағынасын бір сөйлеммен беретін болсақ, бұл жаңа конструктивті аргумент немесе бірінші үстелдерде айтылған ойдың тереңдетілген сараптамасы деп айтуға болады. Ең бірінші назар аударатын нәрсе ол жаңа конструктивті аргумент деген сөзге назар аударады. Ең бірінші бізде жаңа деген сөзді аударады. Жаңа деген сөздің мағынасын қарайтын болса, ол жаңа деген сөз жай ғана айтылған идеяларды біз кеңейтуге санай аламыз ба жоқ па деп. Шамамен кез келген жаңа идея ол кеңейту болып саналмайды деп айтқым келіп тұр. Себебі неге? Себебі біздің бастапқы төрешіліктің кезінде білетін бір принцип бар, біздің қосатын үлесімізге қарай бағаланады. Демек, кез келген жаңа идея ол жақсы үлес қосады дегенге сене беруге болмайды. Сондықтан да кеңейтуде жаңа және үлесі көп деп айтуға болады. Сондықтан жаңа конструктивті аргумент міндетті түрде маңызды болу керек басқа сөйлемге қарағанда. Сол ерекшелік сақталғанда ғана сіздердің үлес қосасыздар, жеңіске жетесіздер. Екінші нәрсе айтылатын болсақ, бұл міндетті түрде жаңа идеялар емес, кеңейту деген мағынасы сәйкес келіп қалуы мүмкін, бірақ алғашқы үстелдерде айтылған идеялардың не үшін деген сұрақты жалғастыра беретін болсақ, сол сұрақтарда шамамен біздің де кеңейтуіміз болып саналуы мүмкін. Оны келесі слайдтарда түсіндірейік. Енді үшінші спикер бола тұра топпен қандай сұрақтарға жауап беріп алған дұрыс. Ең бірінші түсіну керек, топтың мақсаты жай ғана кеңейту емес, кеңейтулер жеңіске жету үшін жеткіліксіз. Сол кезде біз ең бірінші сұрақтарды қоюымыз керек. Бәрібір де кеңейту болған күннің өзінде де біз осы сұрақтардан кеңейтуге алып баратын жолдарды тауып аламыз деп айтып өттім. Бірінші сұрақ бұл ашық үкімет мәселенің не екенін атады ма? Егер де сіздер осылай отырып ашық үкіметтен кейін, егер ашық үкімет проблема атамаса, сіздерде кеңейтудің бір алғышарттарын алып баратын ойлар кездеспейді. Ашық үкімет мысалға жай ғана өздерінің шығын аргументтерін айтып жатыр, сіздерде тағы да кеңейтуге дейін алып баратын бір логикалық бір мақсат пайда болмайды, мақсат нәтиже пайда болмайды. Екінші нәрсе бұл ашық үкімет не жасайын деп жатқанын айтты ма? Яғни осы ашық үкімет проблеманы айтты, одан кейін проблема арқылы не жасайын деп жатқанын айтты ма? Егер де осы нәрсеге ашық үкімет жауап бермеген болса, сіздің де кеңейтуге деген тағы бірде жіптеріңіз пайда болды деп айтуға болады. Үшінші сұрақ бұл оппозицияның қай аргументіне ашық үкімет жауап бермейді. Әдетте бұл қарсылық ретінде екі мағынасы бар. Біріншіден қарсылық ретінде көрінуі мүмкін. Ашушы оппозицияның сұрақтарына ашық үкімет жауап бермесе, бұл ашық үкімет жеңіліп жатыр деген сөз жай ғана. Сондықтан сіздің функционалдық қызметіңіз бойынша ол сұрақтарға жауап беру міндетті. Екіншіден, бұның кеңейтуге тікелей қатысы әдетте ашушы оппозиция қойған сұрақ, ашушы оппозиция қойсын, жабушы оппозиция қойсын, кез келген POI-да алдарындай
алдарындағыдай POI тренинг өткенде кез келген POI-да ол идея жатады, иә, түсінікті. Демек, оның ойының конструктивті бөлімдегі қойған сұрақтарында болсын, POI-да болсын, демек оның кез келген контекстінде бір идея бар. Осы оппозициядан қалып қойған нүктелерге жауап бермесе, сол нүктелерден сол сұрақтарды тауып алу қажет бізге. Ең алдымен бізге кеңейтуге дұрыс бағыт салу қажет. Ол төртінші сұрақтың біреуі, үкіметтің саясатын не жүзеге асырады? Бұл жерде не деген нәрсе, бұл құрал ретінде қолданылып тұр, иә? Үкімет бізге проблеманы айтты, не жасайтындығын айтты, бірақ осы үкіметке не жетіспейді, осы мақсатқа барар жолда, проблемаға барар жолда. Осыны үкімет айтты ма, айтпады ма? Сол сұрақта өте маңызды болды. Сол сұрақта өте маңызды болып есептеледі. Сондықтан да бұл сұрақты кеңейтудің айтатын спикерлердің өздеріне қойғанда дұрыс, бұл сұраққа жауап берілмесе, ол жаман деп есептеймін. Бұл сұрақтардың міндетті сұрақтар болғанда, бұл 4 сұрақтан басқа да өте көп сұрақтар болуы мүмкін. Ол сұрақтарды өздеріңіз ойлап таба беріңіздер. Мен осы 4 ұсынатын басты сұрақтарын осы деп айтуға болады. Енді шамамен біз кеңейтудің не екенін айтып кеттік. Кеңейтудің нақтырақ сол сұрақтарға жауап бердіңіз. Біріншіден, жаңа ой. Кеңейтудің жасаудың ең қарапайым жолы, ең оңай деп айтып қояйын, ең адаспайтын жол, иә? Кеңейтуде, егер сіздер кеңейтуде жаңа ойға арналған, жаңа аргументтер енгізетін болсаңыздар, сіздің алдарыңызда ешқандай да мәселелер кездеспейді. Кеңейтудің байқалмай қалу деген сияқты. Мысалы, ашық үкіметте сіздердің аргументтеріңіз мораль туралы болатын болса, немесе экономика туралы болатын болса, иә? Сіздердің кеңейтулеріңіз шамамен жаңа аргументтерге негізделген, жаңа басқа да салаларға негізделген болып есептеледі. Осы кезде сіздің аргументтеріңіз мәдени болуы мүмкін, немесе заңды, құқықтық деген сияқты болуы мүмкін. Енді осы нәрсені білмеймін, айтып тренингте болды ма, болмады ма. Басында айтылды, кеңейту қандай болу керек, кеңейту маңызды болу керек. Кеңейту деген сіздің ойыңыз ол шамамен жаңа осы слайд ол жаңа ойға қатысты есептеймін. Кеңейтуді жасағанда 15 минут бұрын дайындалғанда айтуы мүмкін. Сіздерге ең басты нәрсе ол кез келген позицияда болмасын, ең маңызды аргументті табу. Ең маңызды аргументті табудың қалай болып табылады? Жаңа ой тапқанда. Сіздер ашық үкімет айтылды, ол салалар болуы мүмкін. Мәдени жағынан, тақырыптың берілген, экологиялық жағынан, экономикалық жағынан деген сияқты салалар болуы мүмкін. Бірақ тағы да басқа акторлар болуы мүмкін. Ол әлем болуы мүмкін, ол бизнесмендер болуы мүмкін, ол мемлекет болуы мүмкін, ол қоғам болуы мүмкін, ол белгілі бір азшылықтар болуы мүмкін. Жаңа ойды таңдағанда ең маңызды аргументті таңдау, маңызды кез келген емес. Біріншіден осындай жаңадан бастап жатқан пікірсайысшыларға бұл қиын болуы мүмкін, сызып қажет емес, жай ғана ойда ойлау керек. Кез келген пікірсайысшының стандарттары, жақсылықтары бар. Ол мысалға мен үшін ең кереметі бақыт болатын болса, ең әлсізі ақша. Бұл жай ғана төрешілердің қарауы, ол нәрсені дәлелдеу оңайырақ әдетте. Бірақ ол тақырыптарға байланысты. Тақырып экономикалық болатын болса, мүмкін кейде ақшаның да маңызды жерлері бар, немесе моральдың кейде сөз бостандығынан жоғары тұратын жерлері бар. Сондықтан бірақ ақша арқылы бақытқа жетуге болады. Сондықтан да ойындағы жақсылықтың қайсысы ең бірінші тұратын этапты түрде өзіңе ойлап алған жөн. Тақырыптан сұрақ былай болды, мен түсіндім. Ақшаға бақыт арқылы жетуге болады. Осы кезде біз жету жолдары туралы әңгіме қозғап жатқан жоқ. Біз баратын мақсат туралы қозғап жатырмыз. Бізге ақша маңызды ма, бақыт маңызды ма? Міндетті түрде ол жерде бірін-бірі қарсы келетін кейстер туралы сөйлесіп жатырмыз. Егер біз екеуін бірге алып жүретін болсақ, ол да жақсы болуы мүмкін. Осындай кезде егер сіздің кейсін ақшаға алып баратын болса, сіздің басты мақсатыңыз ақша болатын болса, қарсыластың кейсін бақытқа алып баратын болса, онда дәлелдеулерге байланысты кім жақсырақ дәлелдейді, сол жеңіске жетеді. Сондықтан да мына кейс жай ғана мысал ретінде сіздердің бастарыңызда тұру керек. Ең маңызды нәрсе не, ең маңызсыз нәрсе не, осы ойда болуы мүмкін.
шамамен менің аргументім бұл бақытқа немесе адамдардың қауіпсіздігіне немесе моральға немесе сөз бостандығына негізделеді, осындай мақсатта іздеу керек. Енді жай ғана қатысушы жақтар, бұл тақырыптағы кімдер? Олар жай ғана азаматтар, адам болуы мүмкін, жай ғана топтар болуы мүмкін, мемлекеттер болуы мүмкін, әлемдер болуы мүмкін. Осылай ғана әлемнің бақытына алып келеді ме осы резолюция? Қандай жолдар жасау керек, қандай кеңейту керек? Ол мемлекеттің жағдайын жоспарлауына алып келеді ме? Әлде белгілі бір топтардың жағдайына алып келеді ме? Керісінше осы төртке бөлінген ең әлсіз аргументтер мына жақта және ең сіздің таңдау кеңейтуге бағыт алып баратын жол бұл жұлдызшамен белгіленіп тұр. Ол ең алыстағы аудан болып жатыр. Енді жоғарыда сол жақты және төмендегі оң жақтыларға келетін болсақ, әдетте өте үлкен қатысушыларды қамтиды ма, әлде өте көп жақсылық алып келеді ма? Ол әдетте ойынға байланысты. Кім жақсырақ дәлелдейді, соған байланысты. Мына жерге топтар дегенге назар аударатын болсақ, әдетте бізде топтардың ерекшелігіне келеді. Жай ғана қарапайым топтар, олар көп болуы мүмкін, мысалға мемлекет болуы мүмкін. Олардың саны көп, мемлекетте 15 миллион адам тұрады. Бірақ азшылық топтарына келетін болсақ, азшылық топтардың саны бір 100 мың ғана болуы мүмкін. Осы кезде салыстырғанда назар аудару керек. Сен жай ғана көптік деп дәлелдеу өте қиынға түседі. Бір мемлекет ретінде біз 15 миллион адам ретінде мына жердегі 100 мың азшылықтың қажеттіліктеріне көз жұма қарай аламыз дегенде өте сақ болу керек, себебі азшылықтар туралы жұмыс жасағанда бұл схема жақсы жұмыс жасамайды деп аталады. Сонымен қатар тағы да алғашқы айтып кеткен жаңа ойға қатысты әдетте салалар ол стандартты ойлар болуы мүмкін, стандартты емес ойлайтын адамдар болуы мүмкін. Мен сіздерге мысал келтіріп қояйын. Бұл біріншіден өте көп ойланатын салалар бұл резолюцияның аймағында саясатқа байланысты бір нәрсе бар ма? Оны ашушы үкімет айтпады. Демек, не болды? Бізде жаңа аудан пайда болды саясатқа байланысты. Демек, мына резолюцияда саясатқа байланысты бір нәрсе бар. Менде ашушы үкімет айтқан жоқ. Менде тиісінше саяси бір аргумент пайда болды. Бұл маңызды ма? Маңызды болса, бұл менің кеңейтуімнің бір бөлшегі болуы мүмкін. Екінші, экономикалық, үшінші әлеуметтік, бұл нәрсе топтарға, адамдардың жақсылығына бір нәрсе болуы ма? Экономикалық тұрғыда кімге қандай пайда алып келеді? Төртінші, технологиялық дамуға байланысты, адамдардың өмірін жақсартуға байланысты. Кейін заңдық тұрғыда мына аргументте кімнің құқықтары бұзылады, немесе кімге көбірек құқықтар алып келеді? Осы құқықтар неге маңызды деген сұрақтарға жауап беру керек. Ең соңғысы қоршаған орта. Бұл реттілік маңыздылықты білдірмейді, жай ғана атап өтілген нәрселер. Егер де мүлдем ойларыңызға ештеңе келмей жатса, осы тізімді аласыздар, ойынға қатысы бар. Кейбір тақырыптарда, мысалы қоршаған ортаның түкте қатысы жоқ. Демек алып тастаймыз. Қалғандары қауіпсіздік, мәдени деген сияқты әртүрлі салаларды қоса беретін болады. Сұрақтар бар ма? Осы бөлім бойынша. Техникалық жағы шамамен кеше ойналынған тақырыптардың біреуі жануарларға тестілеуге байланысты, сол жерде ғылымның дамуы деген сияқты әртүрлі нәрселер болуы мүмкін. Немесе адамдардың кәсіптің автоматизациясы туралы тақырыпта адамдардың жұмыссыздығына алып келетін деген сияқты әртүрлі тақырыптар болуы мүмкін. Жалпы мағынасын түсініп алсақ, ол технологияға байланысты алып баратын нәрсе. Екінші нәрсе ол екінші нәрсе туралы айтайын. Екінші нәрсе мен осы уақытқа дейін қолданған адамдарды өте аз көрдім, бірақ қолданатын адамдар бар. Бұл шамамен білімді көбірек талап етеді. Әдетте сендер аргумент туралы тренинг өткенде білесіңдер, аргументтің маңызды мүшелерінің бірі, екеуі, олар бірінші дәлелдемелер болды, және екіншісі қолдау болды. Осы екі бөлігі маңызды. Бірақ бізде сонымен қатар аргументтің қандай болу керек дегенде, аргумент бізде шынайы өмірде орындалу керек, шынайы өмірде орындалу керек деген тағы да бір критерий болған. Енді бізде аргумент жасалғанда қалай жасалуы мүмкін? Аргумент абстрактілі болуы мүмкін. Мысалы,
мысалы өлім жазасы тақырыпқа келетін болсақ, бірінші резолюцияда бұл палата өлім жазасына рұқсат береді деген тақырыпқа келетін болса, ашық үкіметтің аргументі болуы мүмкін шамамен мынандай. Өлім жазасына рұқсат беруге болады, себебі осындай қылмыстарға, өте ауыр қылмыстарға, мысалы олар геноцид жасаған адамдарға немесе адамгершілікке, бүкіл адамзатқа қарсы жасаған адамдарға террористерге деген сияқты. Өте абстрактілі деуге жақын барлық түсіндірмелер бар. Бірақ осындай ситуацияларда сіздерге жекелеген дәлелдемелер арқылы бұл аргументті әлі де кеңейтуге болады дегенге сенемін, және мен ондай ситуацияларды тап болған. Бұған қалай келтіруге болады? Шамамен сіз аласыздар, төрешіні шынайы өмірге алып келесіздер енді. Себебі бұл ең қатты әсер ететін деп айтуға болады. Бір талқылайсыз, өте универсалды, тақырыпқа релевантты мысалды аласыз. Ол әдетте ситуация болған геноцид туралы айтып бересіз. Мысалға, кез келген геноцид туралы. Осылай шамамен олар басшылар болуы мүмкін, геноцидке рұқсат берген. Осы адамдар тікелей адамдарды өлтіруге рұқсат берді, бұйрық берді, адамдарды өлтірді. Сонымен қатар ол басқа адамдарға зиян келтірді. Осы зиян келтіргендіктен осы адамзатқа қарсы жасалған қылмысы үшін осындай ситуациялар болғаны үшін біз өлім жазасын заңдастыруымыз керек. Түсінікті ме? Бастапқыдан айырмашылығы, ашық үкіметтің кейсі жай ғана абстрактілі түрде болды. Ол түсіндірді, бірақ бізге әлі де өлім жазасын заңдастыру үшін жеткіліксіз оны шешіп қабылдау. Себебі біздің проекциямызды қабылдауымызда әлі бізге көрсетілген жоқ жағдайдың шын мәнінде қандай екендігі, және өлім жазасын заңдастыру үшін тұратындай жағдайлар бар ма, жоқ па? Сондықтан біз стандартты түрде осындай ситуацияларды тақырыпқа ортаға салуымыз керек. Және бұл жақсы кеңейтулердің бірі болуы мүмкін, егер сізге қиын болса. Сонымен қатар бұл жекелеген дәлелдемелер тек қана оқиға емес, сонымен қатар статистикалық мәліметтерде болуы мүмкін. Ол сонымен қатар менің ойымша сіздерде логикалық қателіктер бір болды ғой, адамдарға байланысты. Ол тексерілген адамдардың сөзіне де байланысты. Аргумент жеткіліксіз қабылдау үшін ашық үкіметтерде сіздерде шынайы өмірге ауыстырып жіберу жеткілікті. Сұрақ бар ма? Мысалы жаңа ашушы үкіметтің мысалға айтып жатыр, ауыр қылмыстарға өлім жазасын келтірді. Бірақ оны ашушы үкімет айтып тұр, егер де жабушы үкімет дәл соны айтып тұр, әшейін мысалы фактылар дем болса жаңағыдай сондай нәрселер келтірсе, ол аргументті жабушы үкімет ала ма? Мен түсіндім ғой, жай ғана фактпен анализ жасалған оқиғаның айырмашылығы осында, және бұл кеңейтуге жатқызылады деп сондықтан айттым. Осылай айту жеткіліксіз. Мысалға, өлім жазасына рұқсат берген, себебі адамзатқа жасалған қылмыстар болып жатыр. Мына жылы мына жерде геноцид болды, осылай болды. Бұл жеткіліксіз. Бұл жай ғана факт. Ал жекелеген дәлелдемен айырмашылығы белгілі бір оқиғаға анализ жасау керек. Сол оқиғаның беретін зардаптары өлім жазасын қабылдауға тұрар ма, тұрмайды, түсінді ма? Екінші мысалға келтірейін, мысалға резолюция қабылданған бұл палата екінші дүниежүзілік соғыс кезінде нейтрал болған мемлекеттерге, нацистерден зардап шеккен мемлекеттерге қаржылай репарация төлейді деген тақырып болу керек. Мысалы, Швейцария сияқты мемлекеттер, түсінікті ма тақырып? Екінші дүниежүзілік соғыстың кезінде нейтрал болған мемлекеттер бар, ол Швейцария, Швеция, тағы бірнеше мемлекеттер, олардың саны сондай мемлекеттер бар, және осы мемлекеттер қазіргі статус-квода сол кездегі нацистерден зардап шеккен мемлекеттерге қаржылай түрде ақша береді. Ашушы үкіметтің ұсынылған кейсі дәл жаңағы аргументтер нейтралдылық дегенге түсініктеме береді де, осы нейтралдылықтың нацистерге осы нейтралдылықтың соғысқа келтірілген зиян туралы айтпақ болады, және нацистерге қарсы шықпаған туралы айтпақ болады. Жанама түрде нейтралдылық деген бұл жамандыққа қарсы шықпау деп түсіндіріледі. Егер де жабушы үкіметте осылай отырған болсаңыздар, жабушы үкіметте мынандай идеяны алға тартуға болады. Егер сізге айттым, бұл нәрселерді айту үшін сіздің шамамен оқиғаға байланысты детальды біліміңіздер керек. Бұл тереңдетілген арнайы білім емес, жай ғана бір оқиғаны
қалай болды егжей-тегжейлі соны білу жеткілікті. Мысалы біз түсінеміз, құрметті төреші, ашушы үкімет айтып жатыр, біз нейтралдылықты түсіндіреді, ол соғысқа зиян алып келуімен және адамзатқа деген қарсы күшке қарсы тұрмауымен. Сонымен қатар біз анықталған біз Швейцарияның мысалы туралы айтқымыз келеді. Мысалы Швейцарияның нейтралдылығы ол жай ғана ешкімге көмектеспеу, жай ғана сыртта қалып қоюмен қатар шектелген жоқ. Олар сонымен қатар нацист адамдарға банктік операциялар жасауға рұқсат берді. Оларға экономикалық көмек берді. Оларға сонымен қатар, мысалға, Швеция қателеспесем, олар сондай буферлік зонада олар өздерінің қару-жарақтарын тасымалдауға рұқсат берді деген сияқты. Осы өте үлкен осы туралы оқитын болсаңдар, бізде оқиға пайда болды. Осы оқиғаны қарайтын болса, жай ғана нейтралдылықты біз шын өмірге алып келдік. Соған қарасақ, біз шынымен де зардаптарын көреміз, және осы көмектер соғыстардың ұзақ болуына әсер етті. Себебі бұл экономикалық көмектер, бұл нәрселер тараптарға көмектесті деп айтуға болады. Ашушы үкіметтен айырмашылығы, ашушы үкімет тек қана абстракциялы нәрсені теория жүзінде көрсететін болса, біздің көрсетіп тұрғанымыз бұл оқиғаны талдап тұрмыз. Анықталған белгілі бір оқиға біздің өмірімізге қалай әсер етті. Және осы оқиға біздің осы оқиға тағы да айтсаңыз болады. Осы оқиғаның кезінде Швейцарияның пайда тапқаны туралы өте көп дәлелдер бар. Мен дәлелдерді мысал келтіріп жатырмын. Сондықтан да осы болған оқиға осы аталған мемлекеттерге қазіргі статус-квода зардап шеккен мемлекеттерге репарация төлеуге мүмкіндік береді. Ашушы үкіметтен айырмашылығы осында. Ол жаңағы сіз айтып жатқан көптеген дәлелдеме нақ егжей-тегжейлі айтып беру, ол көптеген ақпаратты керек етеді, ал ондай ақпараттар болмаған жағдайда ше? Ондай ақпараттар болмаған жағдайда бұл кеңейтудің басқа да жолдарын пайдалану керек. Менің ойымша бұл ақпараттар соншалықты терең емес. Екінші дүниежүзілік соғыс кезіндегі нейтрал мемлекеттерді білу соншалықты қиын нәрсе емес. Ол шамамен кеше Мағжан айтқан, басқа да адамдар айтқан орташа әлем азаматының білетін нәрселер, нейтрал мемлекеттер қандай қызметпен айналысты, әлемде қандай принциптер болды, сондай нәрселер. Соған қарамастан сіздің айтып тұрғаныңыз дебатта арнайы білім дегенді кім айтушы аргумент дей ма? Төрешіде? Жарайды. Арнайы білім дегеніміз кеше Мағжанның айтқандар, қателеспесем, ол осындай сөздер қолданады, узурпация, экспансия деген сөздерді. Бұл нені талап етті? Арнайы білім талап етеді. Сіз шығасыздар, экспансия жасады, осылай, сондықтан оған осы резолюция қабылдау керек. Узурпация бұл тағы да осындай қолдана береді. Бұл арнайы білім талап етеді. Отырған адамдар білмейді оның мағынасын. Ал біздің келтіріп жатқан мысалдарымыз, жекелеген дәлелдемелеріміз, бұл сізге ақпаратты ұсынып тұр қарапайым адам кеше төрешіде тренингте айтқандай, ол түсіне алуға қабілетті. Аузына шайнап берсең, ол жұта алатын адам деген сөз. Ал сендердің келтіріп тұрған мысалдарым, менің келтіріп тұрған мысалдарым осы Швейцарияның іс-әрекеті туралы немесе геноцид туралы мысалдар түсінікті деп ойлайды. Ал оны адамдардың білуі ол шамамен сіздің біліміңіздің көкжиегіне байланысты. Тереңдетілген дәлелдемелер келетін болса. Тереңдетілген дәлелдемелер өте назар салуды талап етеді. Себебі аргументтің тренингінде өткендей, аргументтің құрылымдары қалай болды? Дәлелдемесі және де қолдауы болды. Қолдаумен азар жұмыстеуге болды. Енді тағы да аргументтің критерийі болды, үш критерий. Бұл релеванттылығы, маңыздылығы және дәлелденген болу керек. Ақиқаттылығы менде еще ондай өте емес. Ақиқаттылығы болды. Осы релеванттылығын айтатын болсаңыздар, егер тереңдетіп ашушы үкіметтің аргументін тереңдетіп сараптама жасап, бұл релеванттылығын көрсететін болсаңыздар, және де оның маңыздылығын көрсететін болсаңыздар, соншалықты бұл кеңейтуге жатады деп айтуға болмайды. Не себептен? Себебі шамамен аргументті бағалауда оған ең назар аударатын нәрсе ол оның дәлелденуі шығар.
не үшін деген сұрақтарға жауап беретін болсақ, біз дәлелдеуді жеткізетін боламыз. Сондықтан да біз кез келген тереңдетілген кез келген дәлелдемені біз кеңейтуге санай алмаймыз. Мысалы, бұл тереңдетілген дәлелдемені кеңейтуге санау үшін екі нәрсені жасау керек. Бүгін біз жабушы үстелдерде отырғанда өзіміздің ашушы үстелдеріміздің аргументіне кішкентай сараптама жасап үлгеретін біздің қасиетіміз болу керек. Оның аргументінде не болды, не жетіспеді. Демек, оның аргументінде екі сұраққа жауап берілген жоқ. Бұл екі сұрақ сол аргументтің қаншалықты маңызды бөлігін құрайды. Ол 60% құрайды ма, ол немесе 20% құрайды ма, ол немесе 40% құрайды ма, ол немесе аргументтің тең, осы аргументті дәлелдемей, ол аргументтің жартысын алып тұр. Осы кезде маңызды нәрсе осы дәлелдемелерді тауып, төрешіге көрсету жеткілікті кеңейтуді жасау үшін. Мысалы, ашушы үкімет осы сұрақтарға ашушы үкіметтің аргументі бар. Біздің ашушы үкіметтен айырмашылығымыз деген сөзді қолданып, екі сұраққа жауап берсеңіздер болады. Бірақ біздің дәлелдеп жатқанымыз бұл ашушы үкіметтің аттас аргументі. Оған біз осынша үлес қосып жатырмыз деп айтса болады. Үшінші, бұл нәрсе кеңейтуді жүзеге асыру үшін бір ғана үшінші спикердің айтқаны жеткіліксіз. Бұл төртінші спикер сараптамада төрешіге нақтылап түсіндіріп берген. Не себептен менің бірінші спикерімнің енгізген дәлелдемелері, қосымшалары бүгін ашушы үкіметтен артық нәрсе енгізген көрсету керек. Тереңдетілген дәлелдемеде айтылған осы шығар. Сұрақтар бар ма? Тереңдетілген дәлелдемеде кез келген ашушы үкіметтің аргументі бар. Және де оған қосылған кез келген дәлелдемелер немесе айтылғандар кеңейту ретінде саналмайды. Тек қана сол аргументтің маңызды бөлігін дәлелдейтін болса ғана ол кеңейтуге саналады. Ал егер сіздер жай ғана бір кішкентай минималды түрде көмек көрсететін болсаңыздар, ол жай ғана бірге отырған үкіметтің жеңіске жетуіне көмектесуі мүмкін, бірақ ешқашан да сіз ойынға үлкен үлес қосты деп есептеймін. Сұрақтар бар ма? Мысалы, дәл сол ашушылар алған аргументті алып, сен оны басқаша дәлелдеп берсең, оны төреші қалай қабылдау керек? Жаңа ой ретінде ме, әлде тереңдетілген дәлелдеме ретінде? Басқаша деген ба? Дәл сол ашушылар айтқан аргумент солай бастап түсіндіресің, бірақ оның дәлелдеуін сен басқаша келтіресің. Осы кезде ол жаңа ой ретінде қабылдауы керек па? Аргументте айтылған болар, айтылмаған болар. Салыстыруға, ол жерде салыстыру керек, иә? Сен сұрағын мен түсінбесең, мен түсінсең, сен сұрағыңды былай түсінемін. Бір аргумент бар, және ол аргументтің екі дәлелдеу жолы бар, солай ма? Ашушы үкімет осылай дәлелдеді, бірақ менің көруімше ол аргументті тағы да екінші жолмен дәлелдеуге болады. Керісінше, осы екі дәлелдеу жолының шынайы өмірде орын алу мүмкіншілігі қайсысында жоғары, соны сараптамада немесе өзінің кейсінде көрсетсем болады. Мысалы, А мемлекеті бар, ашушы үкімет дәлелдейді, А мемлекетіне зиян келеді, себебі оған С мемлекеті шабуыл жасайды, дәлелденіп тұр. Бірақ кеңейтуші келеді де А мемлекетіне Б мемлекетіне шабуыл жасайды, зиян келетін дәлелдейді, зиян келіп жатыр С-дан және Б-дан. Бұл нәрсенің жеңіске жету үшін неге екінші ситуацияның болу мүмкіншілігі жоғары екенін көрсету жеткілікті. Менің ойымша осыған дейінгі айтылған слайдтарда кеңейтудің не екендігі және кеңейтудің қалай жасау керектігі түсінікті деп ойлаймын. Осыған дейін сұрақтар бар ма? Сұрақтар жоқ, иә? Одан кейінгі кеңейту туралы мәтінді бітіретін болса, кеңейтуді енгізетін адам немесе сол топ қандай қиыншылықтармен тап келуге сол туралы айтып тұр. Ең бірінші қиындық ол барлық аргументтер енгізілген деп аталады. Егер жақсы ұйымдастырушылар болса, жақсы төрешілер болса, ұсынылған тақырып шамамен өте ауқымды тақырып болуы мүмкін, өте ауқымды соншалық төрт үстелге де жеткілікті аргументтер болуы мүмкін. Менің ойымша бұл проектте
ойналынбайтын тақырыптар немесе тек қана бір ғана аргументті қорғаушы тақырыптар кездеспеу керек. Керісінше ол өте кең тақырыптар. Бірақ бізде осындай ситуация пайда болды. Біз жабушы екінші үстелде отыра, біздің түсінігімізде жақсы ойыншылар, жеткілікті жақсы ойыншылар барлық аргументті енгізіп тастады. Бізде біріншіден бұл қандай адамдар пайда болды? Бұл шамамен фантазиясы немесе ойлау дәрежесі сәл-сәл жақсы пікіршайшыдан төмендеу адамдар пайда болуы мүмкін. Иә? Шамамен сондай пайда болды. Бірінші мәселе. Екінші мәселе бұл тағы да барлық деген сөз нақшаға алынған физикалық түрде барлық аргументті дәлелдеп шығу мүмкін емес болу жағдайы өте көп жоғары. Шамамен бұл аргументте ең кем дегенде үкіметке 4 аргумент немесе 3 аргумент болуы мүмкін десек, бұл аргументтің дәлелденбеген тұстары болуы мүмкін. Сондықтан да Ашшмидттің аргументі аталған сәтте мидан келетін реакцияны алып тастау керек. Сен аргументің болады, иә? Сен аргументің әділет. Жақсылап қарап отырсың, бірақ Ашшмидт шығып әділет туралы сөз қозғалды. Мен аргументім әділетті болады, осылай неге маңыздылығын түсіндіреді. Сенің реакцияң қалай болады? Ой, болды, менде аргумент жоқ, әділет деген аргументті сызып тастайсың. Басқаша кетіп қаласың. Шын мәнінде ол тағы да аргумент айтып жатыр, сөйтсең ол аргументті айтып жатыр. Қайтадан әділетті аласың да Ашшмидтін тыңдайсың жақсылап, не айтып жатыр. Ол аргумент шамамен дәлелденбеген болу керек. Қай жері дәлелденбеген, ең маңызды нүктелерін тауып аламыз да, бұл мәселеден шығудың жолы осылай. Қайтадан тыңдаймыз. Бірден үмітті үзіп тастаудың қажеті жоқ. Мына аргумент аталды, сондықтан мен бұны айта алмаймын. Кеңейтудің қандай жасалу жолдары бар, сол барлық жасалу жолдарына салып, бұл аргументті қайтадан дәлелдеуге тырысамыз. Сол айтылмаған ең маңызды жерлері немесе айтылмаған жерлерін қандай сұрақтар не үшін деген сұрақ? Не үшін? Даже тереңдете береміз осыны. Иә, не үшін деген сұрақ тереңдетсең болды. Немесе екі-ақ сұрақ бар. Неге, не үшін? Жоқ, бірінші не үшін деген сұрақ? Жоқ, ол не үшін деген сұрақ тереңдетуге кете береді да. Тереңдете бересің бір аргументті. Екіншісі не үшін тағы деген сұрақ. Тағы не үшін деген сұрақ. Бірге бір не үшінге жауап бердік, не үшін деген. Болды ма, түбіне жеттің ба, тағы не үшін. Екінші тауып аласың да, оған не үшін деген сұрақ бересің. Сондықтан да ол мен ойымша көп ойнаған пікірсайшының қолынан келетін нәрсе. Екінші нәрсе бұл пікірсайшымен кездесетін нәрсе айқындала алмаудың мәселесі. Яғни ерекшелей алмайсың. Сен отырсың кеңейтуді енгізетін спикердің, иә? Сен кеңейтуді енгізесің, бірақ ол нәрсе байқалмайды сенің кеңейту. Керісінше төреші ол нәрселерді төрешілерден кейін барып сұрасаң, бұл Ашшмидтте айтылды деген сияқты идея, Ашшмидтте айтылды деген сияқты нәрселерді айтады. Сондықтан ең қарапайым нәрсе бұл міндетті нәрсе емес, мен бірінші аргументім, екінші аргументім дедіңіз, иә? Сондықтан Ашшмидттің назарын аудару үшін, дебатты аударып жіберу үшін бірнеше кілт сөздерді өздеріне ойлап тауып алған дұрыс. Кілт сөздер қандай болды? Менің кеңейтулерім деген сөз пайда болуы мүмкін, немесе менің жаңа конструктивті ойым деп айтуы мүмкін. Құрметті төреші, назар аударыңыздар. Қазір мен 3 стол айтпаған ең маңызды нәрсені айтамын деп, осылай бірнеше кілт сөздерді ойларыңыздан тауып ала берсеңіздер болады. Егер де сіздердің аргументтеріңіз шынымен де кеңейту болатын болса, ал ол сөздерді өтірік айта берудің түкке пайдасы жоқ деп айтуға. Сондықтан кілт сөздер өте маңызды. Менің қосымшам, менің кеңейтуім, менің жаңа материалым, бұл ойындағы ең маңызды, ешкім айтпаған ең маңызды нүктелер деген сияқты, сол нәрселер. Екіншіден, өз-өзінде ерекшелей алмауда, көрсете алмауда шамамен қателіктер жазира қойған сұрақта кездесуі мүмкін. Тағы да Ашшмидттің дебат туралы айтып жатқан сөз қозғап жатқанымен, сенің дебат туралы, сенің кеңейтуің
дебаты бір нәрсе, ол әділет болуы мүмкін, ол тағы да экономика, ол тағы да кез келген сала болуы мүмкін, ол жетістік болуы мүмкін, бірақ сенің дәлелдеп жатырған нәрсең дәл сол нәрсе, бірақ басқа жолдармен дәлелдеп жатырсың. Төреші отыр, барлық қарсыластары отыр, әділетті дәлелдеп жатыр, иә, әділетті дәлелдеп жатыр, оған қарсы шығып жатыр. Керісінше сен бұл жерде жайылып кеттің да ойында, сен жоқсың. Тағы да өзінің аргументінің ерекшелігін көрсету маңызды бұл жерде. Оның ашық үкіметтерден айырмашылығы, ашық үкіметтерден айырмашылығы, немесе бүкіл оппозициядан айырмашылығы осыны көрсетеміз. Және де сіздің алғашқы одан кейінгі айтылатын контенттер назарға түседі деп айтамын. Сұрақтар бар ма осыған дейін? Бас жағынан бір сұрақ қойсам ол есімнен шығып кетті. Бағана ең басында айтып жатсыз ғой, жаңа оппонентке мысалға ашушы үкімет болса, соған мысалы белгілі бір оппозицияның белгілі бір нелеріне қарсылық айтпады, сол нүкте жайлы айту керек деп жатсыз. Сол кезде мысалға жабушы үкіметтің оппозицияның бірінші спикеріне қарсылық келтіру, мысалы егер ашушы үкімет айтпаса, ол функционалды міндеттер қателік болмай ма, функционалды міндеттер? Қайталап сұрақ. Егер мына жақта мысалы жабушы үкіметтің бірінші спикерше, егер де ашушы үкіметтің бірінші спикеріне қарсылық келтірсе, бірақ ашушы үкімет мысалы қарсылық келтіре алмаса. Міне былай ашушы оппозицияның мысалы үш аргумент енгізді да. Ашушы оппозиция, то есть ашушы үкімет оның екеуіне ғана қарсылық білдірді, біреу қалып кетті. И мен жабушы үкіметтің бірінші спикері ретінде сол бір тиіспеген аргументіне тиіссем, мен функционалдық қызметіме нұқсан келмейді ма? Керемес па деп. Ешқандай да зиян келмейді, функционалдық қызметтер меніңше ең стандартты деп ойлаймын. Олар жай ғана ешқандай міндеттер жоқ, оған кеше төрешілікте айтқандай ол маңызды емес аргумент болса, оған кешікпеуге де болады. Егер де тағы да бұл жерде қандай принциптен қандай тапсырмадан шығып жатыр. Жеңу керек және ойынға көп үлес қосу керек. Сен отырсың, ашушы үкіметте немесе жабушы оппозицияда отырсың да. Ашушы үкімет жеңіп жатыр ойында. Оған ашушы оппозиция жеңіп қалған, сен жабушы үкіметін бар. Сен ашушы үкіметке де қарсы шығуың керек. Себебі саған не істеу керек? Ойынға көбірек үлес қосу керек, көбірек жеңу керек. Егер де сол сұрақтарға жауап беру барысында сенде жаңа кеңейту пайда болып қалуы міндетті түрде. Себебі жақсы пікірсайысшылар әдетте ауадан ала бермейді, аргументті айтылған дәлелдемелердің басқаша қорытынды шығарады. Ол нәрсе барлық жаңа айттыңыз ғой, барлық аргументтер енгізілген. Бірақ мен дәлелдеуім мысалы көбірек маңыздырақ, ол төрешіге қандай әсер болады? Айтып отырмын ғой, егер сен дәлелдемелер маңызды болатын болса, және оны төрешіге көрсетсең, ол сені кеңейту. Сұрақ осылай қойылды ма? Жоқ, былай да мысалы ашушың бүкіл аргументтерді айтып тастады. Сенде аргумент қалмады. Бірақ сен соның сөзімен қайталап, бірақ кішкене дәлелің басқаша болып тұр. Оған төрешінің несі қандай болады? Реакциясы сен жеңбейсің. Өйткені сенің айтылып тұрған нәрселер біріншіден қайталады. Кеше төрешінің кезіндегі сараптама тренинг бойынша біріншіден қайталады, және сенің ойынға әкелген үлестерің аз болды. Сен өзіңнің ашушы үстелмен жеңілесің, шамамен сен оны салыстырғанда басқа үстелдермен салыстырады, сенің әлі де екінші немесе үшінші ранг алуға шанстарың бар. Басқа ең соңғы кездесетін нәрсе, ол тап болатын нәрсе. Мен көп кездескен бұндай нәрсеге, және де барлығында жазаланып 4-ші ранг алып отырған. Ол найфинг дегеніміз пышақ салу, арқадан пышақ салу деген мағынада болса керек. Шамамен бұл нәрсе ақш-та мысалға партия болады, одан партиядан шығатын кандидат болады, ол өзінің кандидатына дауыс бермей қойған кезде оған арқадан пышақ салу деген мағынада, сол мағынада пайда болса керек, ағылшын сөзі. Бұл нәрсенің мағынасы жабушы үстелде отырғанда сіздің идеяларыңыз, кеңейтуіңіз ашушы үкіметтің, ашушы үстелдердің, ашушы оппозицияның идеясына, аргументтеріне қарсы шығады. Осы нәрсені естіп отырып, осы нәрсені қадағалап отыру маңызды. Біріншіден, бұл нәрсе істеу үшін не істеу керек? Кеңейтуді енгізетін адам ашушы үкіметті тыңдау керек, ашушы оппозиция. Ол не туралы айтып жатыр? Егер де сіздер оларды тыңдамай, өздеріңіздің аргументтеріңізбен, кеңейтулермен ойынға шыға беретін болсаңыздар, шамамен ол жерде сіздің қаншалықты зиян келтіріп, кеше төрешіліктің тренингінде айтылғандай, сіздің қаншалықты зиян келтірдіңіз бүгінгі ойынды бұзуға, қаншалықты басқаларға мүмкіндік қалдырмадыңыз,
сол нәрселер айтылуы мүмкін. Мысалы екі ситуация болуы мүмкін. Әдетте бірінші ол кешегі қарапайым практиктерде болған тақырып, бұл палата темекі шегуге тыйым салады, иә? Ашушы үкімет шығып, толықтай темекі шегуге тыйым салып жатыр. Ал сіздер келесіңіздер, жабушы үкімет ретінде сіздердің идеяларыңыздың қоғамдық орындарда темекі шегуге тыйым салған идея болып шығады. Түсінікті ма, Найфинг? Тек қысқаша басқа жерге алаң қалдырып жатқан. Бұл бұл сіздердің ұсынып жатырған алаңыңыз ашушылардың ұсынып жатырған алаңына қарсы келеді. Ал бүкіл идея толықтай темекіні тыйым салуға болып жатырса, осы сіздің алаңыңыз тек қана қоғамдық орындарда тыйым салады. Бұл басқа командалардың жеңіске жету мүмкіншілігін азайтады және сонымен қатар өзіндікін де азайтады. Тағы да келетін болсақ, бұл есірткілерді заңдастыруға тақырыпқа келгенде дәл сондай мысал, ашушы үстелдер есірткілерді толығымен заңдастыруға ойнап жатыр, ал бір үстел келеді де, бұл есірткінің жеңіл түрлерін заңдастырамыз деген идеяларды ұсынады. Бұл керісінше тағы да ашушы үстелдерді қолдануға жататын нәрселерді қарастыруға болады. Ең маңызды нәрсе, екінші үстелдердің мақсаты жеңіске жету болса да, ойынға көп үлес қосу болса да, бірақ олардың дәл сонымен тең тапсырмасы, дәл сонымен тең міндеті ашушы үстелдерін қолдау болып есептеледі. Сондықтан сіздер қарсы бола тұра ашушы үстелдердің идеясына оларды қолдаудан бас тартасыз. Бұл сіздің басты тапсырмаларыңызды орындамау болып есептеледі. Бұл тағы да жеңіске жетуге деген мүмкіншіліктеріңізді азайтады. Екінші найфинг ол сол найфинг қой, бірақ екінші найфинг ол алаңда емес, аргументтердің ішінде кездеседі. Аргументтің ішінде кездескенде қандай мысалдар болады? Сол темекі шегу немесе есірткіні заңдастыру туралы тақырып болса, ашушы үкімет шығып денсаулық туралы денсаулық туралы айтуы мүмкін, мысалы зиян келтіреді. Темекі тыйым салу туралы тақырыпта болсын, қандай тақырып? Ашушы үкімет шығып, темекі шеккенде зиян келеді. Және де темекі шегуге тыйым салу деді, иә? Жарайды, темекі шегу. Осы зиян затты бір қабылдау, есірткіні сатуына осыған келгенде аргументі осылай дәлелденген. Адамның өзінің денсаулығы, өзінікі, және де оған белгілі бір дәрежеде зиян келуіне рұқсат беруге болады. Осылай келген аргументтің аты, және де екінші бұған қарсы келетін аргументтің шамасы қалай болуы мүмкін. Бұған рұқсат береміз, себебі бұл жаңағы есірткілер адам денсаулығына пайда алып келуі мүмкін деген мағынада аргументтер ұсыну мүмкін. Түсінікті ме? Бірінші ашушы үкіметтің айтылған идеясы бұл осылай. Бұл құқыққа байланысты айтылған аргумент, осы айтылған нәрсе есірткі адам денсаулығына зиян алып келеді. Бірақ денсаулық өзінікі болғандықтан оның құртуға құқысы бар. Ал екінші нәрсе келеді де, бұл нәрсеге рұқсат береміз, себебі денсаулыққа пайда алып келеді деп айтуы мүмкін. Енді найфингтен басқа жолдар болады ма? Найфинг жасау арқылы ма? Қалай болса? Ақталатын Иә,
Ол уже тайфинг болып саналмайды ғой. Найфингке қалай жақсы орындарға жеңіске жетуге болады. Шамамен бұл нәрсе сол ашушы үкіметтердің дұрыс ойын көрсете алмауына байланысты, өте алаңды тарылып тастауына байланысты болуы мүмкін. Сондай тарапта адекватты түрде өзінің ұсынған кеңейтуімен неге бұл ойында бір орынға ие болатынын түсіндіріп беру. Әдетте бұл нәрсе ашушы үкіметтердің өте сараңдығымен ба солай түсіндірілуге болады. Ашушы үкіметтер өзінің дәлелдейтін аргументтерін түсіндіріп, басқа аргументтерге қиып тастайтын түсіндірмелер енгізілуі мүмкін. Мысалы, бұл палата эвтаназияға рұқсат береді дегенде, эвтаназия дегеніміз бұл осы жазылмайтын ауруда жатқан адамдарды, олар қиналып жатырғанда, олардың өліміне рұқсат беруге. Ашушы үкімет айтады да, бұл эвтаназия рұқсат беру керек, себебі қазіргі статус-квода біздің жасап жатырған нәрселеріміз бізге экономикалық тұрғыдан тиімсіз. Ол ауруларды ұстап отыру бізге көптеген шығындарды алып келеді. Осылай енгізіп жатыр да аргумент экономикалық. Қарап отырсаң ешқандай нәрсе жоқ. Оған жанына бір нәрсе енгізеді. Бұл ойында болатын нәрсе экономикалық аргумент, ең маңызды аргумент есептейміз. Және де бұл аргумент моральдан да маңызды, басқа нәрселерден де маңызды дейді. Енді қарап отырсам, бұл спикер не істеді? Бұл спикер өзінің аргументін дәлелдеді деп есептейік. Және де басқа мүмкін болатын салаларды айтуға рұқсат қалдырмақ. Себебі оларды айтатын болсаң қарсы шығасың. Себебі сен сол кезде кеңейту ұсынсаң болады. Біздің кеңейтуіміз моральдық тұрғыдан біз эвтаназияға рұқсат беріп, ол адам қиналып жатыр, тағы да басқа осылай дәлелдесінде. Бірақ ашушы үкіметтің сен айтып қойды ғой, экономика моральдан маңызды дейді. Бірақ саған дәлелдеуге рұқсат ол жерде моральдан экономикадан неге маңызды тұрады? Иә. Бірақ қарсы шығып жатыр, бірақ осындайға рұқсат. Себебі кеше төрешілікте тренингте айтқандай, автоматты жеңіліс деген жоқ, найфинг жасады деген жоқ. Кім жақсырақ үлес қосты, кім әділетті үлес қосты ойынға, сол жеңіске жетуге лайық. Барлығы салыстырмалы түрде. Сондықтан да айтарым, ең бірінші мақсат ол жеңіске жету, өте көп үлес қосу болса да, сонымен қатар жабушы үстелдердің ең басты тапсырмасы ол ашушы үстелдерді қолдау көрсету, оларды қорғау болып есептеледі. Сондықтан найфингке сәйкес келіп қалмау керек, ашушыларды тыңдап отыру керек. Басқа жол жоқ болса, адекватты түрде төрешілік түсіну керек. Сұрақтар бар ма? Ол жаңағы кеңейту емес па? Мысалы басқа түрінен қараған, екінші найфинг более емес па? Бір дефиницияны басқаша беру. Бізде мынандай үрезі болды да, алдында ойнаған. Бұл палата бір ойында ойнаған соң экономикалық қылмыстар, кедейлік деңгейінен төмендегі адамдарға экономикалық қылмыстарына жазаламайды. Сол резолюцияда ашушы үстел экономикалық қылмыстар деп ұрлықтарды салады айтты. Ал соның барлығымен ашушы үстел ойнағаннан кейін жабушы үкімет шықты да айтты, экономикалық қылмыстар біз ұрлықты емес, экономикалық қылмыстар біз заңсыз сауда, сондай тіркелмеген мысалы сондай заңсыз саудалар, сондайларды айтамыз деп. Басқаша дефиниция берді сұрады. Ол жабушы оппозицияға әділетсіз болды. Сол кезде сол найфинг емес па? Тағы да өте назар аударатын нәрсе, мен пікірсайыс ретінде жауап беріп қойып бұл нәрсеге. Алдындағы мен келтірген мысалдар қалай болды? Мен келтірген мысалдар өте үлкен аймақтан кішіге түсірілді. Мысалға темекі шегуге тыйым салады, толықтай тыйым салады және қоғамдық орындарда тыйым салады. Ал егер керісінше болатын болса, егер олар дәлелдемесе, қоғамдық орындарда тыйым салады және толықтай тыйым салады. Осындайға менің ойымша рұқсат беруге болады. Экономикалық қылмыстар деп сөз. Ол жерде негізі тақырыпта ұрлық деп айтылған болады. Ұрлықтар болады. Сонымен қатар біз ұрлықты жатқызамыз. Мына экономикалық қылмыстардың да түрлеріне жатқызамыз. Мағынасы толығымен қарсы шықпай, соның ішіне кіреді. Қосады. А тең Б-ға үкімет айтты, шығасында А тең С-ға.
бұл тікелей қарсы шығу емес, жаңағыдай алаңдай. Түсінікті ма? Ол кезде де салыстырып беру керек болса да. Қайсысы важно? Меніңше ол аргументті дәлелдейтін басқа да жақтары, мен бұл сендердің кеңейтулерінің ашық үкіметке қарсы шықпауын көрсетсеңдер болды. Қарсы шықпайды ма? Дәлелдедің, болды, сен жеңдің. Наификте ең басты критерий ол қарсы шығу, қарсы шықпау, маңызды емес бәрібір. Ол кеңейтудің критерийлері маңызды емес дейді. Жаңағыдай тікелей қарсы шығулар болмаса болады. Ол алаңда болуы мүмкін, жаңағыдай интерпретацияда, дефиницияда болуы мүмкін, сонымен қатар аргументтер болуы мүмкін. Естеріңде болар, аргументті жүргізгенде аргументтің ішінде логикалық қателіктер болады ғой. Өзіңді енгізіп тұрып, үш аргумент енгізсең, оның біреуі немесе екеуі қалғандарына қарсы шығуға болмайды. Қарсы шықса, қарсы шығатындарын жояды, иә? Қалғандарын. Сондықтан ол жеңілуге алып келеді. Осымен бітті барлық сұрақтарым. Сұрақтарың бар ма?